Ақ жаңбыр бір тамбайды, бір басталса, тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып, төге береді, төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп аттақты. «Бұл не?» деді ол. «Болбырап үбілжейсің да тұрасың. Жаусаң астан кестеңін шығару керек қой. Міне былай» деді де сатырлатып құя жөнелді. Ойбай, тоқтат! Көшедегі арықтарға су толып, лайланып аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Тіршіліктің астан кестеңі шықты. Өткінші жаңбыр өз-өзіне мәз болып, қырқадан асып кетті. Иле-шала бұлт ыдырап, жарқырап күн де шықты. Жаңбыр суы ағып кетті. Шөп біткен бастарын шайқап, шөліміз қанбай қалды-ау. Өткіншінің мұнысы несі? Ұшып қонып келді де, кетті, деп ренжісті де. Сонда бір кәрі құрай тұрып қиналып қайтесіңдер. Одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар деді. Әй, бұл да дұрыс екен-ау деп, шалғындар ақ жаңбырға бұйымтайларын өтініштерін айтты. Ақ жаңбыр оларды мұқият тыңдап болып, «Мақұл» деді. Ақ жаңбыр аспай-саспай, тәулік бойына жауып еді, жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді.